Тәтті қарбыз. Лұқпан хакімнің қожайыны тамақты хакіммен бірге отырып жегенді жақсы көреді екен. Себебі хакім оған неше түрлі хикаялар, аңыздар айтып, көңілін шаттандырады. Тәтті сөздер сөйлеп, ішкен асын берекетті етеді. Бір күні бір бағбан қожайынға тарту ретінде бір үлкен қарбыз әкеліп беріпті. Қожайын қызметшіге барып, Лұқпанды шақырып келе қойшы, депті. Лұқпан келген кезде қожайын қарбызды кесіп, оған бір тілімін беріпті. Хакім бұл тілікті бал жеп отырғандай сүйсіне жепті. Тағы береді, тағы да сүйсіне жейді. Сөйтіп бүкіл қарбызды жеп қоюға айналады. Ең соңғы тілік қалғанда қожайын: «Мұны енді мен жейін. Сенің сонша сүйсініп жеп отырғаныңа қарап, тәбетім ашылып кетті ғой», деп күледі. Сөйтіп қарбыздан асап қалады. Ашшылығынан аузы от татып, тілі қуырылады. Есінен танып қала жаздайды. Лұқпанға қарап таңғалып: «Ой, досым, мұндай у татыған қарбызды қалай шыдап жеп отырсың? Неге дәмсіз, ащы екенін айтпадың?» деп сұрайды. Сонда Лұқпан әдеппен иіліп: «Уа мырзам, осы уақытқа дейін маған тәтті дәмді тағамдарды өз қолыңмен ұсынып келдің. Мен оларды сүйсіне жейтінмін. Енді бір ғана дәмсіз қарбызға бола саған шүкірсіздік етпегенім ұят болмай ма? Менің адамдық қасиетім қайда қалады?» деген екен.